Қыздар, қараңыздар, сайт шақыру билет жасау үшін Google-ға кіреміз. Кез келген телефонмен, iPhone болса да, осылай кіреміз да, Tilda деп жазамыз. Бізде осы ең бірінші тұрған Tilda дегенге, ағылшынша жазылып тұрғанға кіреміз. Осы жерде регистрация жасалмаған болса, регистрация жасайсыздар. Егер жасалған болса, войти-ді басып кіресіздер, регистрация. Мына жерге өздеріңіздің аттарыңызды жазасыздар, электрон почталарыңызды, парольдеріңізді жазасыздар. Сосын зарегистрировать етесіздер. Электрон почталарыңызды білулеріңіз керек. Осы жерге қараңыздар, осындай болып ашылады сіздерде. Егер сіздерде заголовок деп сұрап тұрса, ол жерге бір кез келген ат жазасыздар. Сосын сіздерде осындай страница ашылады. Енді создать новую страницу дегенді басамыз. Қараңыздар, бізде осылай ашылады. Мына жерде көп деген сайттың түрлері бар, готовыйлары. Бұны тек қана жазуларын өзгертіп қолдана берсеңіздер болады. Енді біз жаңадан жасаймыз, выбрать деген пустая страницаны таңдаймыз, өзіміздің идеямызбен жасаймыз. Осы жерде енді все блоки дегенді басасыздар. Осы жерде осылай шығады, мынаның барлығын толтырып шығамыз, Ең бірінші обложкасын қоямыз. Мына жерде мен енді біріншісін таңдай салайын. Қараңыздар, осы жерде жазудың үстін бір рет бассаңыздар, осылай шығады. Мына жерде қаламды таңдаймыз. Енді мыналарды толтырып шығамыз. Тойға шақыру деп жазамыз осы жерге. Мына жерге атын жазамыз, кім, мысалы Азамат Ақбота деп. Кімге жасайын деп жазасыздар. Егер сүндет той болса, осы жерге сүндет той деп жазасыздар. Мына жерде енді қыздар, мынаның шрифтін өзгертсек болады, ол үшін осылай үстінен басып тұрып, көк жазумен басып тұрып, осы жоғары жақта жирныйға қойсаңыздар болады. Цветін өзгертсек болады, мына жерде қара цветте қала берсін. Мына жерде екіншіде, мысалы, қараңыздар, осылайынан істеп аламыз да. Осылайынан істеп аламыз. Менде төбесіне мынандай шығып кетеді, копировать деген. Бізге ең жоғарғысындағылар бар ғой, солар керек. Мына жерде жирныйды басамыз. Мынандай ерекке қойсақ болады. Енді мына жерде қалам сияқтыны басып, осы жерден цветін өзгертеміз. Міне қараңыздар. Мына жерде көк цвет, неше түрлі цвет таңдап, применить дегенді басамыз. Бізде уже өзгерді. Мына жерде описание дегендегі жазуды алып тастаңыздар. Енді загрузить фото. Обложкаға фото қоямыз, загрузить етеміз. Осы жерде өздеріңіз қалаған кез келген фотоны қоясыздар. Той иелері сіздерге жібереді ғой фотолар. Қандай фото керек, соларды жібереді, соларды қоясыздар. Мысалы, мына фотоны алып қоя салайық. Загрузка жүреді. Сосын мына жерде болды. Сохранить и закрыть дегенді басасыздар. Бізде уже осындай болып шықты, мінекей қараңыздар. Мына жерде бізде свет үйлеспей тұр екен, Азамат Ақбота дегенде. Бұны енді өзгертсек болады. Осылайынан етіп аласыздар. Жоғары жағында бізде тоже мынандайлар тұр, Осы жерде жоғарыға көтеріп, мына маркер сияқты бір қалам тұр ғой, соны басасыздар. Осы жерде енді цветті таңдап, применить дегенді басамыз. Мінекей өзгерді бізде. Енді қыздар, бізде астыға қарай түсіп, плюс дегенді бассақ болады, все блокиді де бассақ болады. Мына жерде X-ті басамыз, енді біз текстовый блок дегенді таңдаймыз. Сөз жазамыз, бірінші тұрғанды таңдай берсеңіздер болады. Мына жерде қаламды басамыз, енді осылайынан ашылады. Енді бұл текстті өшіріп тастаймыз, бізге керек емес. Енді заметкеде мен алдын ала жазып қойған тексттерім бар. Сіздер де солай жазып қойсаңыздар болады. Мысалы, құрметті ағайын туыс деген сияқты. Соларды осы жерден жазып қойғам. Скопировать етіп аламыз осы жерден. Скопировать етіп алып, осы Google-ға қайтадан кіріп, осы жерден ставить етеміз. Енді мына жерде қараңыздар, бұның да цветін өзгертсек болады. Мына жерде қалай тұрғаны қалайсыздар, солай қойсаңыздар болады. Араларын бөліп қойсаңыздар болады. Әртүрлі қылып, мынандай жирный қылып қойсаңыздар болады. Әртүрлі қылып өздеріңіздің желанияларыңыз бойынша, өздеріңіздің фантазияларыңыз бойынша
әдемілеп сүйе бересіздер. Мына жерде енді цветін өзгертіп жатырмыз. Мынандай қара цветке жирныйға қойып, мына жерде цветін осы қара қылып қалдырсақ та болады, мына жерде енді жоғарыдағы сохранить и закрыть дегенді басамыз. Міне бізде уже текст шықты. Әртүрлі қылып жасасаңыздар болады, өздеріңізге ыңғайлы қылып. Енді мына жерде X-ті басамыз, все блокидан кейін. Енді біз изображение қоямыз, тағы да фото қойсаңыздар болады. Бірінші тұрғанды таңдаймыз. Осылай болады. Үстін бір-ақ рет басасыздар. Осылай бізде шығады. Загрузить фото деп. Осы жерде галереяларыңыздағы кез келген фотоны қоя аласыздар. Енді қараңыздар. Мына жерде бізде аралары алшақ болып кетті, текстпен. Бұның арасында жақындатуға болады. Міне қараңыздар. Мына жерде осылайынан бір басқанда қалам настройка тұр, сол настройканы басасыздар үстін. Мінекей, настройканы басқан кезде осылайынан шығады. Сосын мына жердегі отступить деп тұр ғой, отступить па, соны басып, соны 0-ге қоясыздар. Барлығын 0-ге қоясыздар. Бізде мына жазуымыз фотоға қарай жақындап кетті. Бұны егер алыстатқыларыңыз келсе, ортасына қарай қойғыларыңыз келсе, қайтадан соған басып, мына жерден 0 емес, 2-ге, 3-ге қоя берсеңіздер болады, отступить дегенді басып. Енді мына фотомызды алшақ тұр, бұны да тоже осылайынан басып, мына жерде настройкасын басып, мына жерде санын 0-ге қойып қойсақ болады. Бұны да отступ дегеннен осы жерде 0-ге қоямыз. Міне, осылайынан болды. Бізде әдем болды. Енді все блоки дегенді тағы да басамыз. Мына жерде X-ті басасыздар. Мына жерде енді текстовый блок тағы да сөз жазсақ болады. Тағы таңдайсыздар. Осы жазудың үстін бір рет басамыз. Қаламды басып ішіне кіреміз, мынаны өшіріп тастаймыз. Сосын біздің алдын ала дайындап қойған сөзімізді мына жақтан келеміз, заметкеден скопировать етіп аламыз. Сіздерді балаларымыз Азамат пен Жанардың үйлену тойына шақырамыз деген. Соны мына жерден вставить етеміз. Енді бұны да өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша әртүрлі қылып, цветін әртүрлі қылсаңыздар болады. Осылайынан істеп аламыз да, көк қылып, үстін басып тұрып. Енді міне жирный қылдық, Енді цветін өзгертсеңіздер болады, әртүрлі қылып, өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты. Осылай қылып қалдырсаңыздар да болады. Осындай, мысалы, жасыл цветке қойсақ, мынау астындағы мынаны да жасыл цветке қойсақ болады, применить деген батырманы басасыздар. Міне қараңыздар, былайынан істейміз да. Қаламды басамыз, одан кейін астында применить деп тұр, қызыл, соны басамыз. Сол кезде біздің жазуымыздың цветі өзгереді. Енді сохранить и закрыть дегенді басамыз. Міне бізде былайынан шықты, әдемі болып шықты. Енді мына жерде все блоки дегенді басасыздар. Бізде осылайынан шығады. X-ті басамыз бұл жерде. X-ті басқасын бізде уже былайынан ашылады. Осы жерде енді галерея изображениені таңдасақ болады. Бірінші тұрған таңдайсыздар. Үстін бассаңыздар ашылады, загрузить фото деп галереямыз автоматтым ашылып кетеді. Осы жерде енді календар қойсақ болады, осындай қылып. Осындай календар қойсақ болады. Күнін белгілеп, жүрек қойып қойсаңыздар болады. Бұл календарды қалай қоямыз? Енді бұл жерде Pinterest деген программа бар. Pinterest міне басып алсаңыздар болады. Календар деп жазамыз поискқа. Кез келген нәрсені іздей бересіздер бұл Pinterest-тен. Осы жерде мысалы әртүрлі түрі бар, мысалы мынау тұрғанды алсаңыздар болады. Әдемі, осыған кіресіздер, 3 точканы басасыздар, скачать изображение дегенді бассаңыздар, сіздерде уже галереяларыңызға сақталады. Осыларды алсаңыздар болады. Енді маған мынасы ұнады. Мынаны алып қойдым. Енді мынаның арасын тоже осындай жаңағындай қылып 0-ге қоясыздар ғой. 0-ге қойсаңыздар, аралары жақындайды. 0-ге қоямыз. Неге бізде мынандай болды, арасы жақындады. Енді тағы все блоки дегенді басасыздар. Тағы да сөз жазғыларыңыз келсе, не жазғыларыңыз келсе, қыздар, осы все блоки дегенді басасыздар да. Мына жерде X-ті баса салыңыздар, мына жақтағылардың барлығын қолдана берсеңіздер болады. Текст таңдап, осы жерден тағы да текст қосамыз. Қаламды басасыздар. Мынаның барлығын өшіріп тастаймыз.
Так, өшіріп тастаймыз. Мына жақта енді заметкедегі өзіміздің жазып алған текстімізге кіреміз. Мысалы, мына болатын күн жазылған, той салтанаты мына күні өтеді деген текстті алып, қойып, сол календардың жанына қойып қойсақ болады, иә? Мына жерден ставить етеміз. Сохранить и закрытьті басамыз. Мына жерде енді өзгерте салсаңыздар болады, әртүрлі. Мысалы, так, мынаны алып, так, жирныйға қойсақ, мындай ирекке қойсақ болады. Міне бізде былайынан болды, иә? Так, енді мынаны бір басасыздар, үстінен қаламды басасыздар. Сосын, міне қараңыздар, мынаны календардың үстіне шығардық, иә? Мына жердегі стрелкалар тұр ғой, астына, үстіне деген соны бассаңыздар, мына жерде астына, фотоның үстіне де шығады, астына да шығады. Мына жерде енді былайынан қылып қойып, араларын жақындатып, календардың үстіне қойып қойдым да мен, той салтанаты дегенді. Осылай қылып, өздеріңіздің фантазияларыңыз бойынша әртүрлі қылып істей бересіздер. Енді мына жерде тоже арасын жақындатамыз, 0-ге қоямыз. 0-ге қоямыз, сохранить. Міне, қараңыздар, календарға жақындады мына сөз. Той салтанаты деген сөз, иә? Енді тағы да все блокиді басып, так, мына жерде X-ті басамыз. Енді, мысалы, мына жердегі неше түрлі қойсаңыздар болады. Видео қойсаңыздар болады, егер клиенттеріңіз видео жіберсе, отзыв, этап, услуги, мына барлығын қойсаңыздар болады, пайдалансаңыздар. Видеоны басамыз, YouTube-ті басамыз. Егер қыздар YouTube-та видеолар салынған болса, осы жерден қоямыз. Осындай қылып қоямыз. Так, мына жерде үстін басамыз. Так, YouTube-қа кіріпті. Бұдан шығып, қайтадан кіреміз мынаған. Мынан үстін бір рет қана басқан кезде қараңыздар, қалам ине шығып тұр, иә? Настройка. Қаламды басып кіреміз. Бізде уже қараңыздар. Мына жерге ссылка әкел деп тұр, иә? Ссылка әкеп, кез келген жаңағы YouTube-қа салынған видеоның ссылкасын әкеп қоямыз. Бізде уже қыздар қараңыздар, сайтымыз дайын болды. Міне, дайын болды. Мынаны ары қарай басып, неше түрлі жалғай берсеңіздер болады. Сайтымыз дайын. Неге қараңыздар, әдемі болды, иә? Өте оңай. Енді сохранить ету үшін мына жерде опубликовать батырмасын басамыз. Осылайынан бір деп қоя салсаңыздар болады. Қыздар, егер сіздерден мынандай шықпай тұрса, сан жазатын проверить почту деп тұрса, почталарыңызды тексеріп, проверить етіп алып барып, сохранить етесіздер. Я болмаса мына жерде мына жоғарғы жағында үшіне тұр ғой, тильда деген жанында, соны басып, мынаны басып, WhatsApp-тарыңызға жіберсеңіздер де болады. Кез келген адам WhatsApp-на. Мына жерде енді бір деп не істейміз? Пропустить басамыз. Енді мына жерде открыть ссылку дегенді басамыз, страницу дегенді. Бізде уже мынандай болып ашылды. Міне бізге ашып берді. Жасаған сайтымызды ашып берді, иә? Енді қараңыздар, осы жерден тоже мынау жоғарғы жағындағыны басып, мынаны басып, WhatsApp-ты таңдап жібереміз, иә, кез келген адамға. Мысалы, мен өзіме жібере салайын, Билайн номеріме. Так, бізде осылайынан кетті. Ол кісі енді мына ссылкаға басып кірген кезде автоматом ол кісіге осылайынан шығып ашылып тұрады, қыздар. Біздің сайтымыз уже дайын.